Анарбек Оңғарұлы Орман 70 жаста. Мерейлі жасында мақсаты той-тойлау емес. Осы уақыт ішінде атқарылған іс, өткен белес, еңсерген асулар туралы айтып, ой бөлісуді жөн санапты. Алғашқы кездесу бақ өкілдерімен өтті. Себебін бір ауыз сөзбен түйіндеді. Ең бастысы, мынау бұқаралық ақпарат құралдарына мен жан тәнімен ризамын. Өйткені мынау бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі сіздер бизнес емес сіздерге халықтың жағдайды ойлайсыздар. Бар жетістік болса, оны өнег ретінде бір-біріне үйренсін деп жазасыздар. Көрсетті телевизордан. Болмаса бір кемшілік болса, оны айтасыздар. Осының өзі анау бір керемет тірлік. Баяғыда біреу айтқан екен, өз достарымнан көрі, дұшмандарымнан жақсылық көп көремін деп. Өйткені достары мақтай береді екен, ой, сіз кереметсіз, ана мынау деп. А дұшпандарым дейді, кемшілікті бетіме басып айтады, ол кемшілікті жөндеп, дұрыс жолға түсем дейді. Сол айтпақшы, расында да мынау осы ешқандай өкпелеме керек, мысалы үшін айтып, бұқаралық ақпарат құралдары. Нағыз елдің жаңағы не дейміз, батырлары, геройсыздар сіздер еді. Міне барлық мына Қазақстанда, елімізде, мен өз басымда, мысалы үшін бүгін 70-ке келіп отырмын ғой, қандай жетістіктер болатын болса, осы менің қасымда жүрген сіздерге жәрдемдеріңізді көп көрдім, қолдадыңыздар екен. Сол үшін сіздерге мың рахмет. Мынау баянды жақсы өмір сүріңіздер. Осы дұрыс жолда баратқан халыққа жақын болып, билік пен халықтың ортасында көпірсіздер ғой. Осы көпір мықты болып, еліміз гүлденсін, халқымыздың табысы мол болып, бақытты өмір сүрсін деп тілеймін. Рахмет сізге. Әр күніңе, әр ісіңе есеп бер деген қағиданы Анакең бұрыннан ұстанады. Онысын Шым қаланы басқарған жылдары да, су шаруашылығындағы тынымсыз жұмыс барысында да ылғи айтып жүретінін тілшілер қауымы жақсы біледі. Ел ағасы болған жағындағы есебін өз жайымды өзім айтсам деп едім деп атаған кітабына түсіріпті. Екі тілде жарық көрген сыр сұхбатын өңірдің журналистеріне, газет, телеарна жетекшілеріне сыйға тартты. Шымкенттің су арнасы мекемесіне қандай маман болып келгенінен бастап, инженер маманы ретінде кезіккен қиындықтар, одан шығу жолындағы батыл шешім, қателіктер мен жетістіктер, нәтижесінде бүкіл елді энергетикалық тапшылық қыспаққа алған жылдары халықты ауыз сумен үздіксіз қамтып отыруға мүмкіндік жасағаны ерлікпен пара-пар. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Стратегиялық маңызға ие салада жұмысты жүйелеу, тұтынушының сенімін ақтау, жаңа технологияны ендіру арқылы жұмысты жандандыру Анакеңнің іскерлігі мен батылдығының арқасы дейді ұжымдастары. Бүгінде бұл тәжірибені үлгі еткісі келетіндер көп. Әзіртенде біздің су маркетинг мекемесінің жұмысына бүкіл республика тарату жөнінде үкімет бір-екі рет арнайы қаулы қабылдады. Өсекейлер бұрынғы премьер-министр Мамин мырза келіп, 2 рет келіп көріп кетті. Қалай министрлер көрді. Әзірге үкіметтің мүшелері де келіп, әлемінде 3 министр келіп кетті. Осыны көріп айтады, бұндай жұмыстарды біз барлық қалаларға жалғастыруымыз керек. Ал енді әсіресе суды пайдаланған суларды тазартып, оны экологиялық табиғатқа қайтару мәселесін біз дұрыс жолға қойамыз. Жүздеген адамды жұмыспен қамтып, кәсіпкерлікті еңсерген Анарбек Оңғарұлының қоғамның басты мәселесін шешу бойынша да ойы нақты. Өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған азаматтар Қазақстанда 3 миллионнан асып отыр. Ол азаматтарды қолдап, салықтан босату жағын қарастыратын уақыт жетті дейді ол. Ең басты мәселе, мемлекет бай болу үшін, ауылдағы бауырларымыз бар ма? Ауылды байытуымыз керек. Ауыл байытым болса, сонда қала да байыды, мемлекет те байыды. Ауыл шаруашылық саласында, ауылды елді мекендерге деген көңіл қатты бөлу керек. Анау әзір көріп отырсыздар ғой енді, рейдтің кезінде үлкен, мысалы үшін біз водоканал системасына құбыр шығаратын завод 200-ден асып республика бойынша. А бірақ
Жылдан жылға құбырдың құны 25%-ға өсіп келеді. Неге десеңіз, құбырды шығаратын шикізат ол Европадан келеді, Ресейден келеді, Өзбекстаннан келеді, Қытайдан келеді. Бізден шықпайды. Ол полиэтилен деген нәрсе мұнайдан шығады. Мұнай өзіміздің қолымызда қояды. Міне осындай заттар өте көп. Мысалы базарға барсаңыз, қай елдікі дейді? Әзербайжандікі. Қай елдікі? Қырғызстандікі. Қай елдікі? Қытайдікі. Қай елдікі? Өзбекстандікі. Ал солы осындай өнімдердің бәрін шығару үшін ауылды елді мекендердегі біздің халыққа соны барлық жағдай жасап беруіміз керек. Өзімізде шығу керек. Өзімізден шығу үшін оның жаңағы шаруашылық иелеріне су керек па, тыңайтқыш керек па, я болмаса басқа көмек керек па, қаржы керек па, соның бәрін ұйымдастыруымыз керек. Кешегі үкіметтің басшылары бір жақсы тиімді жағдай айтып қалды. Айтты, енді ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілерге мемлекет тарапынан сол тапсырыс беру мәселесін қарастырып жатыр. Өте орынды деп ойлаймын. Мемлекет сол ауыл шаруашылық саласын өндіретін барлығын тізімге алу керек. Тізімге алып, содан кейін не өндіресің? Картоп өндіресің бе? Қияр өндіресің бе? Я болмаса жаңағыдай помидор өндіресің бе? Соның бәрін алып, қанша өндіруге мүмкіндігіміз бар. Осыны сапалы шығарып, өзіміздің рынокты жабуымыз керек. Егер рынокты жаппайтын болсақ, онда дефицит, жаңа сырттан келген нәрсе шулап жатырмыз ғой енді. Анау қымбаттап жатыр, мынау қымбаттап жатыр, өтіп жатыр, қымбаттай береді. Қашан өндіріс орнын өзіміздің өндіріс орнымызды реттемей, ол нәрсе орнына келмейді. Оған қоса баламалы энергия көздерін көбірек қолдану, осы саланы дамытып, субсидияны қарастырсақ, көп бағытта ұтымды жобалар болатынына сенімді. Ол ең алдымен жергілікті жерлердегі шаруашылықтарға үлкен көмек болар еді. Анарбек Орман өзінің ұстанымына берік. Әр салада оны меңгерген кәсіби маман істеу керек. Ауылда да осыған басымдық берген жөн. Жастайынан еңбекке араласып, өз білімімен ізденуінің арқасында айлап сызған сызбалары мен ұстаздарының берген тәлім тәрбиесі оны бүгінгідей дәрежеге, есімін, ісін ел білетін Анарбек Орман деңгейіне жеткізді. Мен енді жас кезімнен бастап ұстаздарым жақсы болды. Біріншіден күндізгі бөлімге оқуға түсе алмадым. Түсе алмағаннан кейін кешкі бөлімге оқуға түстім. Су саласы бойынша оқуға түстім. Сонда Ташкентте Трест водоканал деген бар. Сонда қызмет жасаймын. Бұрхан деген ағамыз бар тұғын. Сол кісінің көп жақсылығы болды. Ол айтатын тұғын. Оқыңдар, білім алыңдар. Білім алыңдар, соны жақсы жұмыс істеңдер деп. Кейбір тірліктері мен сменный инженер болып істедім. Кей күндері сағат 6-та сменный келіп қалады, оқуға баруым керек. Сонда оқуға барып келем, жаңағы дежурный машинамен, кезекші машинамен. Сонда бастығым біле тұра мен дұрыс оқу бар. Бірақ мына жұмысты да қарады. Одан кейінгіде көптеген менің ұстаздарым болды. Өздеріңізге белгілі Пазылбек, Пазылбекович деген адам болды. Ол кісіден енді ол енді коммунал шаруашылық саласының академигі. Егжей, тегжей нешен білетін еді ол кісі. Ол кісінің жүріс тұрысы, ол кісінің тәртібі, жұмысты дұрыс қоя білуі, оны сұрай білуі, жұмысқа жұмылдыру жағынан өте ақылды кісі тұғын. Сол кісіден көп мен тәрбие алдым. Одан кейінгі ұстаздарым мен білесіздер еді, кейінгі кеңес өкімет кезінде егемен ел болғанымызда мынау Ыбыраев Рашид деген председатель госпоком болды. Спатаев Абдуманап деген аққомның екінші хатшысы болды. Онайбек Мырзабеков деген ол ішінде бәрі бақилеп кетті ғой, зам председатель госпоком болды. Ташқараев деген ағамыз білесіздер еді, жақындағы өмірден өтті. Өтте Абдуманап, Абдуғани, екінші рет Абдуғани.
қандай керемет адамдар еді. Міне осындай көп кісілер менің ұстазым болды. Мен енді ұстаздарыма не деймін, мың алғыс. Міне сол кісілердің тәрбиесін көрмегенде, осы дұрыс жолға қоймағанда мұндай болмас еді, кім біледі. Мен бір эпизодында кітабымда жазып бердім, оқисыздар еді. Ташкентте істеп жүрген кезімде әкем айтатын тұғын, мен Қазақстанға барамыз, балам сені оқып бітсін кетеміз, біздің еліміз Қазақстан дейтін еді. Соның бір күн істеп жүрсем, Қазылкенттен қалаға менің бастық жіберуші болды менің водоканалға. Ол кезде кеңес үкіметі кезі Жарқұлынан, Гориск округынан барып өтуім керек, сөйлесер, олармен ақылдасып, олармен сөйлесіп, олар мені қолдады. Жұма күні біттім, дүйсенбі күні кесем, бастығым ауысып кетіп қалыпты. Өкіметке, Өзбекстанның өкіметіне ауысып кетіп қалыпты. Енді мынау не істеймін енді деп орынбасар келсем айтады, жоқ, енді сіз жаңа бастықты күтесіз, жаңа бастық қолдаса барасыз, қолдамаса бармайсыз деп. Содан кейін бірден шешім қабылдадым. Ақыры әкем Қазақстанға кетейін деп айтып жүреді. Ардың бердім де бірден осы Шымкентке келдім ғой осы. Мына Шымкентке келіп, осы жерде қызметімді бастадым. Жылы жүздесу тілшілердің сауалдарына жауап беру сәті осылай өрбіді. Республикада ерекше орны бар 3-ші мегаполис Шымқаланы 2 рет басқарған, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігінде басшылықта болған, министрліктің су шаруашылығы комитетіне жетекшілік еткен Анарбек Оңғарұлы бір қатар мемнаградалардың иегері. Бүгінде Түркістан облысы мәслихатының депутаты, яғни әлі де елге, қоғамға сіңірер еңбегі берері көп.